Ұшатын балық ерекше теңіз балығы. Оның басты ерекшелігі судан секіріп 200 метрге дейін ұша алады. Ұшу жылдамдығы шамамен 60 км/сағат. Ұшатын балықтың алдыңғы жүзбе қанаттары өте ұзын әрі қатты, дәл қанатқа ұқсайды. Кейбір түрлерінде артқы жүзбе қанаттары да үлкейген. Бұл оларға 4 қанатпен ұшу мүмкіндігін береді. Құйрығының астыңғы бөлігі ұзын болып келеді. Ол судан серпілуді жеңілдетеді. Қанаттарының ұзындығы денесінің ұзындығынан да ұзын болуы мүмкін. Яғни 30 см балықтың қанаты 40 см-ге дейін жетеді. Балық алдымен су астында жоғары жылдамдыққа жетіп, содан кейін су бетіне серпіліп, қалықтап ұшады. Ол жүзбе қанаттарын жайып, әуеде сырғанап барады. Ауада ұшып бара жатқанда, егер жылдамдығы төмендеп қалса, құйрығымен су бетіне қайта-қайта соғып, ұшуын жалғастырады. Осылайша ол жыртқыштардан қашып құтылады. Бұл балық Тынық және Атлант мұхиттарында, сондай-ақ жалпы тропикалық теңіздерде кездеседі. Жыртқыштардан қашу үшін берілген бұл ерекше қабілет Құдайдың әрбір жануарға тірі қалу үшін өзіндік амалын, қорғану тәсілін бергенінің айғағы. Табиғаттағы мұндай үйлесімділік жаратушының шеберлігін көрсетеді.